Оңайға түспеген онлайн оқу тоқтатылып, бүгін оқушылар 4-ші тоқсанда өзгеше бастады. Қашықтан оқу қамына кіріскен мұғалімдер де бүгін таңмен таласа балаларға 4 түрлі тәсілмен білім беруде. Сонымен сабақтың алғашқы күні қалай өтті? Қандай қиындықтар бар? Дәл осы сұрақтарға әріптесім әрі 4 баланың әкесі Медетжан Өзғұтты жауап бермек. Медетжан, кеш жарық, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Асылбек. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен. Бүгін бізде елмен бірге бісміллә деп 4-ші тоқсанда бастадық. Біздің үйде 2 оқушы бар. 2-ші сыныпта оқитын ұлым таңғы 9-дан 20 кеткен кезде алғашқы сабағын бастаған еді. Оны видеоға түсіріп алған, көрейік. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Менің аты-жөнім Әбдіхалықова Алтын Жиаққызы, бастауыш сынып мұғалімімін. Қазақ тілінен сіздермен бірге онлайн сабағымызды бастаймыз. Ұзақтығы 10 минуттан барлығы 3 сабақ болды. Неге 10 минуттан дегенге вице-министр бүгін жауап берген еді. Оның айтуынша жаңа сабақты түсіндіруге тура осынша уақыт жеткілікті көрінеді. Телеарнадағы сабақ аяқталған соң сынып жетекшілері әлеуметтік желі арқылы оқушыларға түсінбеген жерлерін түсіндіріп, үй тапсырмасын берді. Ал қызымның сабағы 11-ге таман басталды. Енді жоғары сынып оқушысы болғаннан кейін шығар мүмкін, оған қашықтан оқу аса қиындық тудырмаған сияқты. Бүгін менде 2 сабақ болды. Біріншісі қазақ тілі, екіншісі математика. Екеуінен 2 тапсырмадан берді. Ал кейбір балалар түсінбегенін, мен түсінбегенімді мұғалімнен WhatsApp-тан сұрадым. Мұғалімдер маған көмектесті. Орындапсың ба үй тапсырмасын? Иә, орындапсың. Үй тапсырмасын орындаған оқушылар оны күнделік кезет сайтына жүктеу қажет болған, алайда ол да бірде істемей тұр, сондықтан тағы да әлеуметтік желіге жүгінуге тура келді. Әрине, бірінші күн болғаннан кейін ата-аналардан да, оқушылардан да сұрақтар көп, түсінбеген жайттарды барлығын ұстаздардан сұрап жатыр. Әрине, бұл аяқ астынан болған жайт, және осы қашықтан оқудың осы төтенше жағдайға байланысты қолға алып жатқанын түсінеміз. Сондықтан ұстаздарды да сынай берме, білім жүйесін де сынғала берме, оқушыларға, біздің мұғалімдерімізге көмек көрсетуіміз қажет деп мен өзім ата-ана ретінде, журналист ретінде ойлаймын. Асылбек, бүгінгі біздің бірінші сабағымыз осылай өтті. Эфир кезегін өзіңе берейін. Медетжан, рахмет ақпараттарыңа.